Қыстың келуімен республикалық маңызы бар жолдардың жабылып, күннің күрт суып кететіні жайындағы ақпарат жазылған хабарламалар қолымыздағы телефонға жиі келіп тұрады. Ал бұндай мазмұндағы хабарламаларды және жалпы жолдарды жабу туралы шешімді төтеншеліктері мен жол қызметтері және жол полиция қызметтері қабылдайды екен. Жолдарда тұман болып, айнала көрінбей, температура күрт төмендеп, қар аралас жаңбыр жауатын кезде жолдар тез арада жабылады дейді мамандар. Біздің ресми сайтымызда жедел ақпарат деген бір кнопка бар. Сол түймешекті кнопканы басқанда, осы уақытта республика бойынша қандай мәліметтер бар, жолдар жабылу туралы, немесе дауылды алдын ала ескерту туралы қандай мәліметтер бар, сол разделде, сол бөлімде барлығы бар. Қазақстанның аймағы өте үлкен. Кез келген жерде жүре алатын техникамыз бар. Бірақ ол техниканың өзімен сол адамдарға жету үшін бірталай уақыт кетеді. Сол бірталай уақыттың ішінде азаматтар өздерінің қауіпсіздігін үшін не істеу керек екені туралы өздері де білу керек. Бұндай шараларды қабылдаудағы мақсат тұрғындарды төтенше жағдайлардан аман алып қалу. Жалпы былтырғы жыл мен биылғы жылдың қаңтар айын қоса есептегенде республикалық автожолдар 272 рет жабылған екен. Төтенше жағдай мамандарының жұмысы нәтижесінде 500-ден астам адам қар құрсауынан шығарылды. Дегенмен олардың ішінде үсік шалғандар да бар болып шықты. Сондықтан бұндай жағдайларға тап болмас үшін мамандар ауа райының құбылмалы кезінде алыс жолға шықпауды, ал шыққан жағдайда өздерімен бірге күрек не жанармай сынды заттарды алуға кеңес береді.